барлық сабақтардан 5 алдым ғой. Ақылды менің. Әкешім, ал мен өскенде сіз сияқты банкирші болғым келеді. Ой, алтын қызым менің, көрдің ба? Қызым өскенде мен сияқты болады. Ал маған ұқсағың келмейді ме? Ой, анашым, сізге де ұқсаймын ғой. Мен сізге ұқсап түрлі тағамдар жасайтын боламын. Көрдің бе? Сөйтіп әкеңе айтып қойсайшы. Ал енді чай ішейік. Ауыз тиімді. Айтпақшы білесің ба? Ана ауылдағы досжан бар емес пе? Иә. Сол титтен алдыңғы жолы қалаға келіп. Ал не болып қалды? Істеме, не істейм? Ипотекам қалай жабам? Бала-шағам бар емес пе? Бала-шағам қалай құрам? Мен де қызым. Білесің бе? Әкен әлі жұмысқа тұрады. Біз бақытты боламыз. Бәрі жақсы болады ғой қызым. Білесің бе, мен сені қаншалықты жақсы көретінімді? Жоқ, қаншалықты? Аспанда қанша жұлдыз болса соншалықты. Мен де сізді соншалықты жақсы көремін. Жай, адам мазаққа қашан қояды екенсің? Мен жай көмектескім келген. Қазір мына жерден кетпесем бекерге өкініп қаласың. Аха, ойбай, өз әкеңе қарап алсайшы. Амансың ба, бәрі жақсы ма? Мектептегі барлық балалар мен мұғалімдер маған күліп жатыр. Әкем мас жолда жатыр деп. Жан, қызым, жыламашы олай. Бәрі жақсы болады, әкем жұмысқа тұрады, үйге келеді, бақытты боламыз, жыламашы қызым. Сәбит, не тұр мынау? Айман, ақша бер маған, ақша керек. Жоқ, ақшаны қайдан табамын мен саған? Міне ма ақшаң сен? Ізде жоқ ақшаны. Қайда тықтың ақшам бәрін? Әкел маған. Жоқ, менде ақша, Сәбит. Қызыңды ойла, некелерімді асырайын деп мен жұмыссыз қалмадым ба? Сен соның бәріне мені кінәлі қылғың келіп тұр ма? Білесің бе, мектепте қызына мұғалімдер мен оқушылар не деп жатқанын? Не деп жатыр олар? Сен күні түні далада ұйықтап мас болып жүрген екен, оның күндік түні мадақтайды. Жауап аузыңды. Әке, жетер енді. Мен анама қанша рет айғайладыңыз? Тәрбиесіз қыз, несе солай тәрбиеледім ба? Күндерге сөз айғайлап. Сіз маған арағыңызды ішіп алып, тәрбие туралы айтпай қойыңыз. Менің анам барлық тәрбиені беріп жүр. Әкенің рөлінде ол кісі ойнап жүр. Сіз біздің бақытты болуымызға кедергі болып тұрсыз. Сізге мен керегі. Ақша ғой. Берейін. Алыңыздар, кетіңіздер. Кетіңдер. Көзіме көрмеңдер, құрыңдар бар. Алла, бағана әкеме қатты айтып қойсам, кешіре көріңізші. Мен шынында әкемді қатты жақсы көремін. Оны бір жақсы жұмысқа қабылдасыншы. Сіз өте мейірімді жансыз ғой. Отбасында өз мейіріміңізді төге көріңізші. Оянып солай қызым, қайырлы таң. Қайырлы таң, иә. Кешірші мен қателігімді түсіндім. Иә, ештеңе етпейді. Сіз мені кешіріңіз, сізге дөрекі сөздер айтып қойсам. Берге алтын қызым мен. Жалпысы ояныпсың ғой сен де. Кешірші мені. Қызым-ау, айттым ғой саған, бәрі де жақсы болады дейді. Кешкісі ауыл жаққа барып қайтайық. Апа соғым сой қойып теке шақырып жатыр саған. Ас жүрдім. Алло. Сәлеметсіз бе, бұл мен? Қандай компания дейсіз?
жарайт жақсы, ертең онда елдешек екен. Мен жұмысқа қабылдапты екен. Ой, Өмір болған соң адам тағдырында әртүрлі қиындықтар беріледі. Қазақта жақсы сөз бар, жаңбырдан кейін күн шығады дейді. Сол сияқты қайғыдан кейін қуаныш, мұңнан кейін күлкі, жамандықтан кейін жақсылық келеді. Сол үшін де берілмей отбасымызды бағалайық. Отбасы басты байлық.